Баршаңызға сәлем достар. Жүкті әйелдер туралы қызықты 32 дерекпен бөлісемін. Жаңадан туылған сәбидің көзі нашар көреді, бірақ анасын бірден тани алады. Жүкті әйелдердің ас қорыту процесі баяулайды, себебі сәбиге қажетті пайдалы азық бөлінеді. Қарындары тез ашады, тамақты талғап жейді. Көңіл-күйлері тез арада ауысады. Аяғыңыздың ауыр екенін білген сәттен токсикозға, жағымсыз көңіл-күйге дайындалудың қажеті жоқ. Өйткені әркімнің жүктілігі әрқалай өтеді. Бірінші балада ауыр токсикоз мазаласа, екінші балада ол мүлде болмауы да мүмкін. Күні жетпей туылған бала 22 апта, 6 күн ғана ана құрсағында болған. Бұл әлемдегі ең кішкентай мерзім. Бала қаламсаптың көлемінде ғана болған. Ең ұзақ жүктілік 375 күнге дейін созылған. 1 жылдан астам уақыттан кейін туылған баланың жағдайы қалыпты. Зерттеулерге сенсек, аяғы ауыр кезінде шылым шеккен аналардың басым бөлігі дүниеге қыз бала әкеледі екен. Аяғы ауыр әйелдерге күніне 300 калория артығымен жеу керек. Олардың ағзасы құнарлы тамақты талап етеді. Аяғы ауыр әйелдің дұрыс тамақтануы да өте маңызды. Іштің қатуына әкелетін тамақтарды жемей-ақ қойған жөн. Сонымен қатар ащы, тұзды, дәмдеуіштері көп тағамдардан да тартынған дұрыс. Тамақты тойып жегенде зиян. Аз-аздан жиі ішіңіз. Ақуызды тағамдарды көбейтіңіз. Статистикаға сүйенсек, соңғы 10 жылдың ішінде әйелдердің 40% кесареваның көмегімен босанған. Жүкті әйелдің аяғының өлшемі 1-2 есеге үлкейеді. Жүкті әйелдің иіс сезу мүшесі ұлғая түседі. Кез келген иісті жақтырта бермейді. Бұл сәбиді зиян иістермен уландырмаудың әдіс тәсілі деседі. Аяғы ауыр әйелдің бәрінде өз-өзінен жылағысы келіп, көңіл күйінің күрт бұзылатын сәті немесе аяқ астынан қуанып, ұшып кеткісі келетін кездері де жиі болады. Кейде жүрегі айнып, құсқысы келіп, басы ауырып жатады. Есіңізде сақтаңыз, мұның барлығы уақытша. Бала туылғанда тізесінің сүйегі болмайды. Бала анасының құрсағында жатқанда саусағын сора бастайды. Жүкті әйелдердің шаштары қалың әрі жылтыр болады, себебі олардың ағзасында өзге гормондар бөлінеді. Бесем табудың мүмкіндігі 600 мың адамның ішінен біреу ғана. Егер де анасының да, әкесінің де бойы кішкентай болса, ортадан шыққан баланың бойының ұзын болуы әбден мүмкін. Әр 3 секунд сайын дүниеге сәби келеді. Әйел адамның 40 жаны бар деп жатады. Бірақ аяғы ауыр кезде олар өте әлсіз келеді. Кез келген жағдай баланың шетінеп кетуіне немесе түсіктің болуына себеп болады. Аяғы ауыр әйел ерекше құлпырып кетеді, ол рас. Жүктілік кезінде әйел адамдардың терісі жаңа туған сәбидікіндей жұмсақ болады. Себебі аяғы ауыр кезде әйел адамның ағзасында қан мөлшері 50%-ға артады. Жүктілік кезінде жаман қасиеттеріңізден арылуға тырысыңыз. Аяғы ауыр кезде ананың тәртібі жаман болса, ол балаға беріледі. Балаңыз жамандыққа жоламасын десеңіз, жаман әдеттерден аулақ болыңыз. Алла тағала болашақ аналардың барлығына нұрын төгіп, дені сау және салиқалы ұрпақ нәсіп етсін. Егер осы видео сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.